Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан ғой, бір ғана адамға беріледі дейді қияметте сол. Махшардың өзінде де адамдар кеп жалынып, мынау ұзақ болды, қиналып кеттік деп, ана пайғамбарға барады, мына пайғамбарға барады. Ешбір жаңағы пайғамбардың батылы жетпейді Алла тағалаға құзырына жығылып сөйлеуге. Кезек пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келеді. Сол кезде мен барамда жығылам деген Раббымның құзырына. Содан мені өзі қалағанша сәждеде ұстайды деген. Сосын тұр, ей Мұхаммед, көтер басыңды. Сұрай ғой, сұрағаның беріледі саған. Шапағат ете ғой, шапағат еткенің қабыл етіледі деп. Түнгі намаздың барлығы сол мәртебенің құны. Соны ойлаңыз. Әрбір түнгі намазында пайғамбарымыз сәждеде жатқан кезінде айтайын, уммати уммати деп жатады. Үмбетім, үмбетім, үмбетім. Сондықтан сіз де түнгі намазды оқыған кезде, сіз де Мұхаммед пайғамбардың үмбетінің уайымшысы екендігіңіздің дәлелді. Әйтпесе сіз мүлде уайымдап жүрген адам емессіз боласыз. Түнде көрсетіледі ол уайым. Раббым мына үмбеттің жағдайын түсін. Раббым мына үмбеттің жүректерін біріктіре көр деген мәселелер. Әрбір мұсылманның бүгін бір проблемалар естідің, біреу қарыз қабат кетті, біреу ауырып қапты, соның бәрін түнде шешесіз. Кім пайғамбардан кейін бүгін уайымдайды бұл үмбетті? Кім? Әркім жеке басының қамын ойлап жүрсе, қайтып шешіледі бұл проблемалар. Әркімнің қажеті, зары, назы бар. Кім шешеді бұны? Сен өзіңе белгіле. Сен уайымдай көрексің соны. Сенің түнгі намазда соны тұрып жылау керексің, сұрау керексің сен. Ауырып қалған адамның жаңағы дұғасын сен шешіп ату керексің түнде. Сенің қолыңнан түк келмеуі мүмкін, ақша жоқ болуы мүмкін оған, бірақ сен Раббым деп ату керексің соның ауырғаны үшін. Сен ана кісінің қарызға кіріп кеткен үшін Раббым қарызынан құтқара көр деп жүрсің. Сен ана үйлене алмай жүрген жігіттің Раббымнан үйлендіретін жағдай жаса деп жүрсің. Ана екі ұрысып қалған адамды көріп қалып, Раббым ана екеуін жарастыра көр, Раббым деп ататын сіз болу керексіз түнде. Егер оны сіз істемесеңіз, кім істейді оны? Әлдесеге бәрібір ма? Осы үмбетім деген нәрсе, осы түнгі намаздың бәрінде осы нәрсесі зары болған пайғамбарымыз. Үмбетім деген нәрседе. Сол секілді айтады, әрбір пайғамбардың осы дүниеде жауап берілетін бір дұғасы бар еді дейді, ерекше. Сол пайғамбардың барлығы сол дұғаларын осы дүниеде сұрап тастаған дейді. Мен өзімдікін алып қалдым дейді. Үмбетімнің жағдайы үшін қияметке дейді. Қараңыз. Асыл пайғамбарымыз. Асыл пайғамбарымыздың жолы осындай. Күндіз халықтың жағдайында, түнде Раббысымен байланысты. Біз де осы салаға кіру керекпіз. Біз де сол түнімізді жөндеу керекпіз шамамыз келгенше. Алла тағаладан сұрап.